Әлем шексіз шайқастарға ұрысып жатқан жауынгерлердің дәуіріне айналды. Адамдар билік үшін шайқасты, және де өз аумақтарын кеңейту үшін. Алайда, күш жағынан екі клан көш бастады. Ол кланның бірі Учиха кланы. Учиха кланы бүкіл әлемге керемет чакрасы мен шаринганы бар жауынгер кланы ретінде танымал болды. Ал екінші кланның бірі Сенджу кланы еді. Олар бітіспес қарсылас болды. Хаширама Сенджу кланның көш басшысы еді. Сенджу кланы мен Учиха кланы ата жау болатын. Қай клан болса да соғыстан шаршады. Олар бір нәрсені көздеді. Клан Учихасының барлығы бейбітшілікті қалады. Өздері қаламаса да, басшысы келісуге тура келді. Каноха ауылы осылай пайда болды. Бірақ ауылдың билігін Сенджу кланы басқарды. Мадара Учиха кланының дәрежесін көтергісі келді. Алайда, ешкім қанды жолмен көмектесуді қаламады. Ауылдан кетіп, Мадара Учиха кек алушыға айналды. Мен Канохаға соғыс ашамын. Сол орынды қазіргі кезде Учиха Мадара
жеңіліспен аяқталған аңғар деген атпен ие. Хаширама жеңді. Учиха Мадараны бәрі ұмытқан болар. Бәрі оның өлгеніне сенді. Бірақ Мадараның тарихы әлі аяқталған жоқ.